Достар, баршаңызға сәлем. Күнделікті екі жұмыртқа жеудің денсаулыққа 9 түрлі пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүреді. Ал адам күнделікті екі жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгерістер болады? Ең бірінші, жаңа зерттеулерге сәйкес жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеин көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігі көз жанарын нашарлай бастайды. Д дәрумені кальций толықтырады. Жұмыртқаның құрамында Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Ол ағзадағы холестеринді жояды. Жұмыртқада омега-3 қышқылы бар. Ол жүрек қан тамыр ауруларын алдын алады. Салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамының жеңіл диетасын пайдаланып, таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп, күні бойы көп тамақтанудан сақтайды. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Бала көтеруге пайдалы. В дәрумені жыныстық гормондарға әсер етеді. Екі жұмыртқада бар дәрумендер мидың есте сақтау қабілетін жақсартады. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.